Сәлеметсіздер ме? Біздің кезекті Қытай тілін 5 минутта үйренеміз сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз алдыңғы сабақта амандасуды үйренсек, енді сол амандасқан адамдардың қал жағдайларын сұрастырып, олардың не болып жатқанын сұрауға және оларды қалай атауға болатынын үйренейік. Мысалы, бүгінгі бірінші сөзіміз мырза деген сөз. Мырза деген ол шен-шын. Қытай тілінде алдыңғы сабақта өткен бойынша бірінші тегін сұраймыз. Сондықтан Қытай тілінде бірінші тегі және мырза болады. Мысалға, Қытайларда көбінесе Ваң немесе Ли деген тек көп кездеседі. Сол сияқты Ваң Шеншің немесе менің тегім Жақсыбек болғандықтан Жақсыбек Шеншің, яғни Жақсыбек мырза деген сөз. Солай олар тектері бойынша атайды. Ал бізде негізі қазақтың дәстүрінде қазақ аты бірінші келеді. Ал бірақ Қытай дәстүрінде тегі бірінші келеді. Сол сияқты әйелдерде де дәл солай. Мысалға, оларда да тегі бірдей болады. Ли тай-тай. Ли тай-тай. Яғни ли мадам деген сөз. Немесе, егер ханым үйленбеген жас әйелдер болса, онда Ваң Шаоже. Ваң Шаоже. Яғни біз статусына қарап, оның үйленген-үйленбеген, тұрмысқа шыққан-шықпағанына қарап, біз мадам немесе ханым деп атаймыз. Енді оларды атын атаған соң, біз олардың қал жағдайын сұрастыруымыз керек. Бүгінгі бірінші сөзіміз сіздің қалыңыз қалай? Яғни бұл Қытай тілінде егер тіке аударсаң, сіз немесе сен жақсы ма деп аударылады. Бірақ бәрін бірге алып қараған кезде, бұл сұрақ сіздің қалыңыз қалай деп аударылады. Нин деген сіз, қалма деген жақсысыз ба? Яғни сіздің қалыңыз жақсы ма? Сізде бәрі жақсы ма деген сұрақ болады. Немесе сен қалайсың? Ни қалма? Сен қалайсың? Ни қалма? Немесе жай ғана қалың қалай деген сұрақ дәл осылай болады. Ни қалма? Жазылуы, айтылуы бәрі бірдей, бірақ неше түрлі мағыналарды бере алады. Ни қалма? Сол сияқты нин қалма. Енді бұған жауап ретінде біз қолданатын сөзіміз о хын хал. О хын хал. Менде бәрі жақсы, немесе менде бәрі күшті. Егер тік аударатын болсақ, мен өте жақсы. Мен өте жақсы деген қазақтың сөзінде сөз болмағандықтан, біз оны менде бәрі жақсы, немесе менде бәрі күшті деп аударамыз. Тағы да бір рет қайталайық. О хын хал. О хын хал. Немесе жай жақсы болса, немесе қалың жай болады, нормально дейтін болсақ, онда хай хал деп қысқа жауап берсек болады. Тағы да бір рет. Хай хал. Хай хал. Яғни сұрақ нин қалма болса, о хын хал. Немесе о хай хал. Немесе жай ғана хай хал. Егер менде жағдай болады, жаман емес деп жауап бергіміз келсе, онда буцо. Буцо. Буцо деген мағынаны егер тік аударатын болсақ, жоқ, қате дейді. Яғни бұл екеуі бірге тіркес болып келгендіктен, менде бәрі жаман емес болып аударылады. Нин қалма, о буцо. Немесе жай ғана буцо. Және осыны сұрақ қойушы адам бізден сұрақты сұрағаннан кейін біз жауабымызды айтқан соң, оған рахметімізді білдірсек, онда ше-ше дейміз. Ол рахмет деген сөз. Тағы қайталайық. Ше-ше. Ше-ше. Сұрақпен бірге енді жауап ретінде мысал келтірейік. Ваң Шеншің, немесе Жақсыбек Шеншің, нин қалма? О хын хал. Ше-ше. Енді біз өзіміздің жағдайымызды түсіндіріп болған соң, оның жағдайын сұрау үшін біз нинна деп сұраймыз. Немесе нина, яғни бұл сіздеші, немесе сендеші. Тағы да бір қайталайық. Нинна, нинна, немесе нина, нина. Енді осы сөйлемді толығымен бір рет мысал келтірейік. Ли тай-тай, нин қалма? О хай хал. Ше-ше. Нинна, яғни ли тай-тай, сіздің қалыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Рахмет. Сіздің қалыңыз қалай? Немесе сізде ше деп аударылады. Бүгінгі сабақ осы. Келесі сабақта кездескенше.